Қайырлы күн, есімім Гүлдана Жаналықызы. Бүгінгі айтатын тақырыбым артериалды қан қысымы кезінде не істеу керек, қандай дәрі ішу керек, арғы қарай қадамымыз не болады, сол туралы айтпақшымын. Артериалды қан қысымы қалыпты жағдайда адамдарда 120-80 болу керек. Егер де 140-90-ға көтерілетін болса, бұл артериалды гипертензия деп айтамыз. Негізгі себептері қандай? Әрине бұл тұқым қуалаушылық. Егер де сіздің ата-анаңыз қан қысымы көтерілетін болса, бұл сізге берілуі мүмкін. Екінші бір себебі жаңағы стресс, уайым, ұйқының бұзылуы. Үшінші бір себебі тамақтанудың дұрыс болмауы. Майлы тағамдар, фастфудтарды көп жеу, қуырылған тамақтарды көп жеу, бұл қан қысымының көтерілуіне алып келеді. Және де өзінің жүректің қандай да бір ақаулықтар болатын болса, бұл кезде қан қысымының көтерілуіне алып келеді. Негізгі белгілері қандай? Бұл көп жағдайда бастың ауруы, яғни шүйде тұсының ауруы, көздің алдында шыбын шіркейлер жүрген сияқты болуы, көз көруінің бұзылуы, жүрек ырғағының қатты болуы, болмаса тыныс жиілігінің күшеюі, тіпті бетінің қызарып кетуі, бұл қан қысымының тән белгілері болып табылады. Енді біз сізде бір реттік қан қысымы көтерілетін болса, көп адамдар айтады, мен бір рет қан қысымы көтерілді, бұл қауіпті ме деп. Жоқ, бұл қауіпті емес. Егер де сіздің қан қысымыңыз жиі көтерілетін болса, бұл қауіпті болып табылады. Енді қан қысымы көтерілді делік, үй жағдайында не істейміз? Ең біріншіден тыныштық жерге отырамыз, яғни шу деген нәрсе болмау керек. Екіншіден дұрыс демалу. Адам дұрыс демала білетін болса, қан қысымы төмендейді. Үшінші жағдайда өзіңіз егер дәрігерде учетта тұратын болсаңыз, онда каптоприл 25 миллиграммдық, каринфар или болмаса физиотенс 0,2, соны тілдің астына қойып, тыныштықта отырады. Одан кейін барып қан қысымын өлшейсіз. Қан қысымы түскеннен кейін барып, дәрігерге қабылданып, тағы да дәріні қалай ішу керек, смат кию керек па, холтер кию керек па, оны дәрігер өзі шешетін болады. Не жасауға болмайды? Ең біріншіден рұқсат етілмеген дәрілерді қолдану. Осы мен қан қысымды көтерер деген ниетпен басқа дәрілерді қолдану. Қою шай, қою кофе ішу, бұл да давлениені одан сайын көтереді. Одан кейінгі, яғни қан қысымына мән бермеу. Давлением бір көтеріледі, бір түседі, каптоприл іше салайын, физиотенс ішем, түседі деп мән бермей жүру. Бұл бізде инфаркт миокардасына, болмаса инсульт ауруларына алып келуі әбден мүмкін. Сол үшін қан қысымымызды бақылап отырамыз, дәрігерге қараламыз, дәрімізді уақытында ішіп отыруымыз керек. Негізі алдын алу шаралары. Бұл салмақ тастау керек. Дұрыс тамақтану керек. Әсіресе тұзды 5 граммнан артық суткасында қабылдамау керек. Және де дәрігер кеңесіне жүгінеміз. Ауырмайық, сау болыңыздар. Егерге сізге қызықты болып жатса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.